Кірпік шешен. Сарқырай жауған жаңбырдың астында қалған кірпік шешен тымпыңдай жүгіріп келе жатып жыланның ініне кездесіпті. Інге басын соғып, мені жауын басылғанша үйіңе кіргізе тұршы деп өтініпті. Кірпік шешеннің қалтырап тоңып тұрғанын көрген жылан оны аяп ініне кіргізіпті. Кірпік шешенінге кіргеннен кейін керіліп, созылып, жайғасат, денесін жазып алшая отырыпты. Содан ін тарлығы жасапты. Жыланның балалары қысылып, денелеріне кірпік шешеннің түрпі тікендері қадалып қинала бастапты. Жаңбыр басылғаннан кейін жылан, кірпі, енді үйімді босат, біраз тынықтың ғой, жаңбырды тоқтады депті. Оған кірпік шешен тез көне қоймапты. Асықпай тұра тұр, асықпай қайтейін депті жылан кірпік шешенге түсіндіріп. Сенің үстіңдегі инелерің қадалып, мына балаларымның зықысын шығарды. Сонда кірпік шешен мөлие қарап тұрған жыланға одырая көз жүгіртіп, бұл арадан кімнің тыныштығы бұзылса, кімге жайсыз болса, сол кетсін, ал маған жайды осында тұра берем депті.